мынау кісі аяқ киім сатады. Қазір аяқ киім демекші, қазір аяқ киім келеді, аяқ киім темасын түсіндіреміз. Например, орташа сенен бір адам 53 мыңға товар алады. Бірақ сенің орташа үш аяқ киімінің орташа себестоимости 23 мың теңге. 23 мың теңге. И сен ойлауы мүмкінсің, опа, супер. Мен один к одному зарабатываю деген. Сен ойлауы мүмкінсің. Бірақ бұл жерде қателік болады, обычно болған еще доставканы жасамайды. Доставканы санамайды, бұл бірінші қате. Сол үшін сенің мына расчетың сбиваться етеді. Екінші нәрсе, үшінші нәрсе жасау керек, бұның аты цена клиента. Вот осы жерде көп адам қателеседі. Цена клиента. Цена клиента деген нәрсе не ол? Цена клиента деген, допустим, сен мынау үш адамды алу үшін сен, допустим, 25 мың теңге рекламаға жібердің. 25 мың теңге рекламаға келді. 25 мың теңгені рекламасынан үш адам сатып алды сенен. Цена клиента қанша болады нерде? 7100 теңге ма? 7300 теңге. 7400 теңге. 7,5 дейші. 7,5 теңге. Бір, яғни, сен 25 мың теңге рекламаға жұмсадың, допустим, там, Тугисқа салдың, болмаса, там, Таргетке салдың, Ютубқа салдың, разница жоқ, Гуглға салдың, вообще разница жоқ. Сөйтті сен сол 25 мың теңге рекламадан үш адам келсе, бұның аты цена клиента. Яғни, бір клиент сатып алу үшін сен 25 мың теңге бердің. Цена клиента. Мұны үш санды аласың. Енді қара, бұл қайттан, бұл грубо, бұдан да более детально істеуге болады, пока сіздерге грубо, түсінікті болу үшін. Қараңыз, средний чек қандай? Средний чек 53 мың теңге, 53 мың теңге, плюс 53 мың теңге, енді минус алып тастаймыз. 23 мың теңге себестоимость, 23 мың теңге. Бұның үшін, допустим, доставкасы кірсін, доставкаға тағы да. Сіз доставка қанша теңге бір аяқ кімге? Килограмм $2,5, вместо 10 долларов. Авиа болса $6. Жама сөйлейді екен. Ладно, пока санай бақы. 23 мың теңге. И цена клиента 7,5 мың теңге. 7,5 мың теңге. Қосыңыздаршы, не еді? 31,500 теңге, 30,500 теңге. 53 мың минус 30,500 теңге дейінші. 22,500 теңге. Смотрите, 22,500 теңге. Яғни сен бір клиенттен средний табатын ақшаң 22,500 теңге. Бұған аренда кірмейді. Қараңыз, аренда кірмейді бұған. Міндетті түрде аренда кірмейді. Көп адамдар қателеседі. Аренда кірмейді. Та не кірмейді? Юнит экономикаға. Не бар ғой? Интернет анамда кірмейді. Бұл тек қана әр сатылған товардан сенің көретін ақшаң. Грубо говоря, маржа ғой. Маржа. Бұл маржа. Болды. Енді схема мынау. Түсінген шығарсыздар. Схема мынау. Біріншісі, юнит экономика санау. Юнит экономика санау. Бұны U плюс деп айтам. U плюс деген сөз, егер сен әр товар сатқан товардан плюсовой болсаң болды. Яғни жаңағы біз айтқан мысалдан 55 мың теңгеге, қанша деді? Ол кісі 53 мың теңгеден сатады, минус 30,500 теңгелік несі бар, расходы бар, и әр аяқ киімнен қалатын суммасы 22,500 теңге. Міне. Бұл кісінің плюсовой. Плюс болса, любой сумманы табу үшін, қараңыз, қандай ақша айтайын? Ол қандай сумма? Бұл рекламный бюджетті көбейту болды. Рекламный бюджетті максимально көбейту болды. Потому что ол әр сатқан товардан ақша алып келіп жатыр. Болды. Рекламаны американцылар жақсы сөз бар. Егер сенде юнит экономиканың плюс болатын болса дейді, үйіңді сат дейді, машинаңды сат, надо будет почкаңды сат дейді да. Бүкіл ақша рекламаға сал дейді. Сонда сен миллионер боласың дейді. Бұл. Егер сенің юнит экономикаң плюсовой болатын болса, и сен рекламный бюджетті көбейтпесең, сен өмірдегі ең тупой, ең жарым адамсың ғой. Болды. Это называется путь к миллиону. Путь к миллиону қандай? Сенің юнит экономикаң плюс, и сен реклама жасамай жатсың, болды. Енді миллионер болу үшін саған не керек? Екі-ақ нәрсе керек. Екі-ақ нәрсе керек. 5 екінші көп болды ғой. Біреу интернет маркетинг түсіну керек. Екіншісі рекламный бюджетті контроль жасау керек болды. Болды, басқа жұмыс жоқ. Вот и тебе долларовый миллионер. Үшінші нәрсе, егер юнит экономикаң минус болатын болса, вот проблема осы жерде туындайды. Юнит экономика сенде минус болатын болса, яғни сен әр сатқан клиентің саған минусқа кетіп жатыр да? Минусқа кетіп жатыр. Сен пайда көріп жатырмын деп ойлағансың, бірақ минусқа кетіп жатыр. Ол кезде не істеуге болады? Ол кезде сен, демек, бағана айттық қой, юнит экономика деген не ол? Средний чек минус себестоимость минус реклама. Цена клиента дейді, ЦК клиента. Яғни сен онда юнит экономика плюсқа шығу үшін не істеу керек? Или средний чекті көбейтесің, яғни бағаны көбейтесің.
или бір адам көбірек алу керек. Или себестоимость түсіресің, или цена клиентаны түсіресің, бітті. Цена клиентаны түсіру бұл воронка, яғни интернет-маркетинг. Себестоимость түсіру бұл, грубо говоря, OPU дейші, операционка. Наны көтеру, опять же, воронка. Отдел продаж. Қазір мен сіздерге бір мысал, мен сөз көп болып кетті. Мысал шақырғым келді. Нұрсейіт мырза, Нұреке келіңіз. Нұрсейіт мырза шақырғым келді. Музыкамен бірге музыкаларыңыз болса, Нұрсейіт мырза, петличкасы бар ма? Петличкасын қосып жіберейік. Мен бір кейс көрсеткім келеді сіздерге. Бір кейс. Қалай болып отыр, жігіттер? Қалай болып отыр? Қалай болып отыр? Қалай болып отыр? Қараңыздар. Нұреке қош келдіңіз. Нұреке қош келдіңіз.